Абай 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкіреглі, байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратланып керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен игу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрседен қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғалымды тоздыратығын нәрселер.